Мен Перизат Тұрарова, Шығыс Қазақстан облысы Аякөз қаласында дүниеге келгенмін. Мамандығым әнші. Менің отбасымда біз 6 адамбыз. Менің өзімнен үлкен апайларым, ағаларым бәрі домбыра үйірмесіне қатысты. Содан мен олардан қарап қызығушылығым басталды деп ойлаймын. Әлі есімде менің алғашқы шыққан сахнам 6 жасымда әнші балапан байқауы болатын. Әлі есіме кетпейді, сол кезде мен мен қазақ қыздарына қайран қалам деп әнді бастап, 2-3 секундқа тоқтап қалғаным әлі есімде. Осылай менің өнерге деген жолым басталды. Бұл тағдыр шығар. Документ тапсыруға барып тұрып, бүкіл құжаттарымды жоғалтып алам ғой семейде. 1 жылдай Аягөзде қалдым, мектеп бітіргеннен кейін. Тек сол құжаттарым үшін ғана. Сөйтіп, Аягөзде жүріп, мен үлкен ұстаздар, апайлар жұмысқа бар, сен мәдениет үйіне деп 1 жыл мектептен кейін дипломсыз жұмыс атқардым. Бірақ ары қарай менің өмірлік бағытым Алматыға апарды мені. Алматыдан консерваториядан бірақ шықтым. Менің шығармашылық өмірімде көптеген конкурстар, үлкен мемлекеттік концерттер болып жатады. Бірақ соның ішіндегі мені үлкен өнерге, халыққа, қарапайым халыққа теледидар арқылы мені алғаш танытқан ол ән айтыс мега жобасы ұлттық арнада болған еді 2007 жылы. Көп концерттерге қатыссам да, көп байқауларға қатыспағанмын. Соның ішінде Әміре Қашаубаев атындағы 6-шы республикалық байқау мен үшін ерекше. Қазірде ол байқауды ең үлкен байқаулардың бірі деп айтсақ болады. Ол жыл сайын болмай 4 жылда бір болады. Осы байқауда әлі есімде Ақселеу Сейдімбек ағамыз бас жүлдені маған табыстаған еді. Әрине, адамға ең бірінші ата-ананы қолдау керек. Ал енді қазіргі таңда, мысалы, менен көбі сұрайды, таңғалады, бәріне қалай үлгеріп жүрсің, отбасына, 3 бала бар кішкентай. Мен айтам, әрине, жолдасым ең бірінші орында, мен жолдасым қолдайды. Отбасы болғаннан бері, мен жолдасым осы өнерде жүр, мен саған әрқашан сені қолдаймын деп, маған кеңестерін беріп отырады, киім жағынан болсын, репертуар жағынан болсын, саған болмайды ғой деп, немесе жасқанба, алға, шаршама, сен мықтысың ғой деп, маған әрқашанда қолдау көрсетіп отыратын жолдасым. Тәуелсіздіктің арқасында деп ойлаймын, біз мысалы музыканттар көптеген шет мемлекеттерге шығамыз, қазақтың ұлттық музыкасын таныстырамыз. Және біздің өнерімізді шетелдіктер тұрып қарсы алып, өте жоғары бағалайды. Біз әрине сол үшін қуанамыз. Біздің ұлттық өнеріміз өте жоғары дәрежеде, мысалы, әлемдік классикалық музыкалармен қатар бір сахнада тұратындығына. Бұл мүмкіндіктер тәуелсіздігіміздің арқасы деп ойлаймын. Солардың ішінде, мысалы, дүниежүзілік көрмелерде өнер көрсетеміз. Мысалы, Шанхайға бардық бір айға, 2010-да экспо 350 мемлекет қатысты жатаспасам ол кезде. Түркияға, Ресейге, біздің мемлекетіміз қанша елмен дос болса, мысалы, мәдени қарым-қатынастың арқасында біз көптеген мемлекеттерді аралай аламыз. Биыл біздің тәуелсіздік алғанымызға 30 жыл. Тәуелсіздік біздің ең басты құндылығымыз. Тәуелсіздіктің арқасында біз қазір қанша мемлекетпен доспыз, өзіміздің әнұранымыз бар, туымыз бар, еліміз бар, жеріміз бар. Осы құндылықты қолда барда бағасын білуіміз керек. Мысалы, жастарға қаншама мүмкіндіктер жасалып жатыр. Оқимын десең, шетелде оқы, жұмыс жасаймын десең, жаса, өнеріңді дамытамын десең, жол ашық. Осы тәуелсіздіктің құндылығын, бағалылығын сезіне отырып, біз өзіміздің елімізге, жерімізге қызмет етуіміз керек. Және ұрпағымызды нағыз патриот етіп тәрбиелеу біздің борышымыз деп ойлаймын. Жалпы адам бір нәрсені қатты жақсы көрсе, сол жолда аянбай еңбек ету керек және іздену керек. Әрине, менің көп айтатын сөзім ол еңбек бәрін жеңбек.